Баршаларыңызға қайырлы күн оқырмандар. Бүгін сіздермен өте керемет салат дайындайтын боламыз. Барлығы қолжетімді заттар, витаминге толы, өте оңай дайындалады. Бізге помидор, сәбіз, қызыл жасыл болгарский және де чеснок, аскөк, ащы бұрыш қажет. Барлығын осылай жуып, турап, теркадан өткізіп дайындап алатын боламыз. Қазанымызды қыздырып, майымызды құятын боламыз. Майымыз қызғасын, пиязымызды салып, жақсылап қуыратын боламыз. Толық рецепті описание бөліміне жазып қалдырамын. Сарғайғанша қуырамыз. Содан соң қызыл және де жасыл бұрыштарымызды салатын боламыз. Енді барлығын жақсылап араластырып, 5-6 минут қуырып аласыздар. Қатты мыжғыламай, жай-жайдан араластырып, майымызға қуырып алатын боламыз. Осылай өте әдемі болып шықты. Бес 6 минут қуырып болған екен, енді теркадан өткізілген сәбізімізді қосатын боламыз. Бұны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Толықтай қуырылуы қажет. Сәбізімізді 5-6 минуттай қуырып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді қызыл ащы бұрышымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Мен біреуін қостым, ащылау болды. Егер сіздер қатты ащы болған ұнатпасаңыздар, аз-аздан қосып, дәміне қарай өздеріңіз көрсеңіздер болады. Енді мясорубкадан өткізген помидорымызды осылай үстінен құятын боламыз. Барлығын толықтай құйып, енді жайлап араластыратын боламыз. Біздің помидорымыз осылай араласып, толықтай араласуы қажет. Осылай 3-4 рет араластырып алдық. Енді бетін жауып, 20 минуттай қайнататын боламыз. Содан соң қайнағаннан кейін барып, 3 ас қасық құмшекер және де 3 ас қасық тұзымызды қосатын боламыз. Кішкене суытып, дәмін көрсеңіздер болады. Егер тұзы аз болса, тағы да қоссаңыздар болады. Барлығын осылай толықтай араластырып аламыз. Тұзымыз, құмшекеріміз еріп. Біздің салатымыз қою, өте әдемі болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер қыс мезгіліне. Өте оңай дайындалады. Енді 2 ас қасық уксусымызды қосатын боламыз. Қайнағаннан кейін осылай чесногымызды және де аскөк, петрушкамызды қосатын боламыз. Өзіңізге ұнаған түрін қолдана берсеңіздер болады. Өте ерекше дәм беріп, дәмді болып шығады чеснокпен, укроппен. Барлығын толықтай араластырып шығатын боламыз. Тағы да қайнатып, пісіретін боламыз. 30 минуттай, 20 минуттай қайнатсаңыздар жеткілікті. Осылай толықтай араластырып алдық. Енді бетін жауып қайнататын боламыз. Біздің салатымыз дайын, өте әдемі, қою, дәмі керемет болып шықты. Кішкене қышқылдау болып, тәбет ашарлықтай салат болды. Енді банкамызды парлайтын боламыз. Мен осылай мантоваркаға 1-ден 4-5 парлап, уақыт кетірмей тез-тез дайындадым. Қақпағымызды дәл солай ыстық суда қайнататын боламыз. Банкаларымызға құйып, жақсылап жабатын боламыз. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Керемет рецепттер бар. Видеоны лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.